Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен Perplexity деп аталатын жасанды интеллектпен танысатын боламыз. Бұл жасанды интеллекттің негізгі басқа жасанды интеллекттен айырмашылығы сіздің сұранысыңызға бірден ақпаратты алынған түпнұсқасын көрсетіп отырады. Яғни, әсіресе мақалаларды жазған кезде, авторлық бағдарламаларды жазған кезде, осы жасанды интеллекттің көмегімен жазғандарыңыз дұрыс болады. Себебі қай жерден қандай сілтеме алды, ол өзі бірден жаңағы түпнұсқасын сілтемесін көрсетіп отырады. Мысалы, енді бұл да ChatGPT сияқты кез келген сұраққа жауап беретін жасанды интеллект деп қарауға болады. Бірақ дегенмен осы нақты бір тақырыпты зерттеу кезінде бізге мақалалар жазу, авторлық бағдарламалар деген сияқты бір тақырыпты терең зерттейтін кезде осы жасанды интеллектті қолдансаңыздар болады. Мысалы, жасанды интеллектіні білім беруде қолдану деген тақырыпты алатын болсақ, тіркелуді сұрап тұр. Әрине, біз Google аккаунт арқылы тіркеліп аламыз. Тағы да жасанды интеллектіні білім беруде қолдану деген сұранысты жазып жатырмыз. Мінекей, бірден осы тақырып бойынша бізге жауап беріп жатыр. Енді мына жерде кейбір синтаксистік қателерді байқасаңыздар болады, байқап отырған шығарсыздар. Бұл жерде енді синтаксистік қателерді міндетті түрде тексеру керек бізге. Енді жасанды интеллект, енді өзінің аты да айтып тұрғандай, жасанды интеллект болғандықтан жаңағы аудармада, әсіресе қазақ тіліне аударған кезде көптеген қателер болуы мүмкін. Сол себептен де қателердің барлығын алдын ала тексеріп алатын боламыз. Енді бұл жерде мінекей қай жерден алынды? STEM Академия, Жаныбеков Еду деген сияқты мінекей 4 источникті көрсетіп тұр. Яғни, біз мақала жазған кезде, қандай да бір тақырыптарды зерттеген кезде осындай сілтемелерді міндетті түрде көрсетуіміз керек. Енді жасанды интеллекттің білім беру жүйесіне енгізу үшін қажетті техникалық құралдар деген сияқты қосымша сұрақтарды бізге подсказка ретінде беріп отыр. Мысалы, жасанды интеллект білім жүйесіне енгізу үшін қажетті заңнамалық құралдар дейді. Заңнамалық қандай құралдар бар екен? Ол жағына да бірден сол сұраққа сілтеме арқылы басып, оған жауап ала аламыз. Мінекей, Фараби, әділет, заң деген сияқты мінекей мұнда 5 источникті көрсетіп тұр, заңнамаға байланысты. Осылайша біз Perplexity жасанды интеллекті арқылы кез келген тақырыпты тереңнен зерттеп, және де бірден осылай сілтемесін ала аламыз. Бұл жасанды интеллекттің айырмашылығы ChatGPT-дан немесе Claude AI сияқты, немесе Copilot сияқты жасанды интеллекттерден айырмашылығы осы жерінде. Мақала жазуға, авторлық бағдарламалар жазуға өте таптырмайтын жасанды интеллект болып табылады. Назарларыңызға рахмет.